тілі 97-98 бет сөйлем мүшелері. Бірінші жаттығу: мәтінді тыңда, тақырыбына қарап мәтін мазмұнын болжа. Сәулет деген не? Бұрынғы заманда баспаналар бір-біріне өте ұқсас еді. Әдетте олар бұтақтардан, қамыстан, кейінірек саз балшықтан тұрғызылды. Уақыт өте келе құрылыс салу ісі де өзгерді. Бай адамдар сәулетті сарайларды тұрғызғысы келді. Ондай сарайларды тұрғызу үшін шеберлік пен терең білім қажет болды. Тұрғын үйлерден басқа да құрылыстар, ғибадатхана, стадион, театр, кітапханалар салына бастады. Мұндай кешендер құрылысын ойлап тапқан адамды сәулетші деп, ал олардың туындыларын сәулет өнері деп атайды. Сәулет өнері адамдардың әдемі және ыңғайлы өмір сүруіне арналған өнер. Енді мәтін мазмұнына тірек болатын сөздерді тап. Мәтін бойынша өзің сұрақ құрастыр. Сәулетші деген кім? Мәтін сөздерін пайдаланып, жауап жазып көр. 97 бет екінші жаттығуды орындап көр. Келесі балалар, сөйлем туралы білетіндерімізді еске түсірейік. Бірінші, сөздер мағыналық жағынан бір-бірімен байланысты болады. Аяқталған ойды білдіреді. Бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Соңына не нүкте, не сұрау белгісі, не леп белгісі қойылады. Сөйлемдерде неше сөз барын анықта. Алғашқы сөйлемдегі сөздерге сұрақ қой. Яғни балалар, бүгін біз сөйлем құрамындағы нақты сұраққа жауап беріп тұрған толық мағыналы сөздерді сөйлем мүшесі дейміз. Мысалы, Айдың мектепке келді. Кім? Айдың. Айдың не істеді? Келді. Айдың қайда барды? Мектепке. Үшінші жаттығу: суреттегі ғимараттардың атауын қатыстырып сөйлем құрастыр.